Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Дендеріңізге саулық, бастарыңызға амандық тілеймін. Қалдарыңыз қалай? Бізде бәрі жақсы. Құдайға шүкір. Малдар аман есен. Бүгін тағы фазендаға келіп қалдық. Бір видео түсіріп кетейін деп тағы. Фазендаға келе алмай қаламыз, сонымен видео түсірмей қалады. Қойлар өрісте жүр. Сағат 3-тен кетті. Күн суық болып жүргіз. Алдында 2 күн жауын жауды. Ол жауған жауынның бәрін 2 күн жел тұрып, жауған жауынның бәрін кептір жіберді жерді. Сонымен жердің шаңы шығып кетті. Көк көтеріліп, қойлар жақсы. Енді оңалып келатыр қойлар. Мына жағы, арт жағын қарап келатыр мотоциклмен. Сонымен қазір бір видео түсіре салайын деп. Ар жақта жылқылар жүр. Мына жақта қойлар. Арт жағын қалып кеткен қозылар жоқ па деп қарап келдім. Қозылар түпей-түпей өсіп қапты. 4-5 күн көрмеген өзінен жақсы өзгерістер болып отыр. Үй жақта бәрі аман есен. Тойғандар жатыр, тоймағандар жайылып жүр. Осы ар жақта сиырлар жүр. Бүгінге осы видео түсіріп кетейін деп. Алдынан бері біраз уақыт болып қалды, видео шықпай қалды. Кіші сақпандар аз қалды. Кіші сақпанның бәрін осы қостық. Енді о жақта 15 бастай қалды. Ешкілермен бір 20 бастай қалды. Қалғандар осы жақта. Күн салқында болып, бүгін күн шығып тұр, бірақ сонда да жайлауда, фазендада жел бар әлі. Салқын жел ұрып тұр. Осы жүні көтерілгендер 1-2 бастан бастап көрді, қырқып. Жүндері нормальный, 3-4 бас қырқылды. Аяқта сиырлар. Бір көрші фазендада бұқалар бар. Сон бір сиырлар жүрген, енді бұқасы кепті. Бізге де жақсы болды. Анау біреу тұрған, анау біреу ақшыл бұқа осы. Сиырлардың 1-2 күйлеп жүрген. Соған жақсы болды бұл бұқан келгенінде. Ар жақта фазендарда да бар. Айдап келетін осы бұқалар. Үйде жүреді осы. Тоқал бұқа екен өзі. Жақсы парадосы. Әулие көл шатыс дедейді мұны. Мына жағы кетіп баратыр. Бас жағы үй жаққа кетіп баратыр. Қазір кешке қарай санаймыз, қорағамайтын кезі 6-дан аса саналады ғой. Сонымен сиырларды сауып қайтамыз. Төбенің бәрі қара бұлт болып тұр. 2 күн жақсы жауын жауып еді. Жел тұрды, суық жел, сонымен жердің бәрін кептір жіберді. Қатты жел болды. Қалған видеоны ар жақтан үй жақтарды түсіріп, сонымен видеоны аяқтаймыз. Мына жағы бізде бәрі туып бітті. Арасында бір 10 шақты бас қалған шығар, қарау керек арасынан. Бір 10 шақты бастай шығу керек тағы. Туатын 3-4 бас туды осы аптада, 3-4 бас. Енді бір 10 басқа жетер-жетпес қалды. Ешкілерден бәрі болды дейтін. Кеш туатындар болмаса, қалғандар туып бітті. Осы мыналармен жақындасам, бұлар ары кетіп барадыр. Сол енді қалғанын үй жақтан түсіретін боламыз. Үй жақтағы қойлар. Бұл жақта ағыз бас, аяқта айғырымыз тұр. Кешке қарай үй жаққа барамыз. Түнде айғырлар кеп тиіседі, сонымен арқанын үзіп кетеді. Үй жақта тұрса тиіспейді айғырлар.
Аналарды үй жаққа дейміз. Мынау біреу әлсіздеу ешкі. Осы әлсіздеу алып қаламыз, укол салып шығарып жіберсек те болады. Нормальный болып қалды кішкене укол салғаннан кейін. Екеуі ішіп былтырғы лақтар. Бұлар да туды. Осылар жүр. Жүндері қырқуға кеп қалды уже. Қалыңдар. Жүндері әдем болып тұр, көтеріліп. Осы аз бас жүр бе жақта. Жаңадан туған қойлар. Ау қойдың жүні қырқылды міне. Бірақ бұның қосысы бар. Көк қой қазір. Осы көк қойдың жүнін қырықтық. Ешкіні айдап келейміз. Осы бұлар. Қазір бұлар ерте қамалады. Сонымен сиырлар келеді бір 1-2 сағаттың көлемінде 5-тен аса. Сиырларды байлап, қойды қамап, сонымен сиырды сауып аламыз. Мыналар бүгін туған қозы екен. Қойлардың күйі болсын, жақсы болып қалған. Лақтар аяқтан шықты. Осы арықтардың ішіне машинаның жолына жатып қалады. Ой, жүні қырқылды. Краска, қара краска шағылған. Қоспалар олар. Сол. Қазір үй жаққа барсам тауықтарды түсіремін енді. Осы. Базының іші осы ма? Қойдың бәрі осы жақта. Кіші сақпен анау шеңгел қорада жатады осы жақта. Көп қой осы жақта. Мына бұзаулар. Ана біреу кішкентай бұзаумен дәу ағамыздікі, ана үшеуі өзіміздікі. Бұзаулардың тұратын қорасы осы. Мына жақта шөп. Тауықтардың жұмыртқасы. Bir tavuk жатыр, бұларды жатқызамыз. Қойдың жүні мына жақта жатыр. Базының іші осы. Қолмен соғылған. Мынау лақ қалып кеткен. Қолмен соғылған базы қамыспен. Қиылары осы жақта. Тауықтар ана жақта жүр. 2 қоразбен 4 тауық. Қалғандар жатыр. Күрік басып балапан шығарады. Жұмыртқада. Ана жақта шайтан тауықтар. Иттер ана жақта. Мұрын бітеліп, тұмау тиіп жүр. Қаңылтырмен қоршалған. Ана жақта жұмыртқа туатын еді. Бар мекен. Ана жақта тауық жатыр. Бағына жатқан күрік болайын деп жүр. Осылар жұмыртқаға жатайын деп жүр. Үй жағы осы. Тауық қора. Үй жақты бір көрсетіп жіберейін. Машинаның навесі осы. Үйдің алдына навес қосқанбыз. Жақта пияздар. Талдар. 2 жылына 7 моза өткенде. Талдар. Осы пияздар жатыр. Душ. Сулардыр. Талдар өсіп жатыр жайлап. Tavuklar lan içinde bir tane tavuk жатыр. Sandık eski sandıklar olsun içinde birevi жатыр. Lan içinde birevi var. Mına жақта birevi var. Mına жақта birevi жатыр. Lan içinde екеу. Mına жақта birevi var. Lan içinde sürüp кетейін.
Bu жақта да мектеп бар. Астында жұмыртқалары. Үркіп тұр бар. 21 жұмыртқадан салдық. Суларын құйып. Қара тетауықтар жақсы жатады екен негізі. Ақ тетауықтардан қарағанда ана жақ құм бізде бұрында қазып әкеткен ба КамАЗбен осы жақ сай. Сол тауық қора ана жақта. Видеоны аяқтайын. Бар болыңыздар, аман болыңыздар. Дентеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар. Сол сау болыңыздар.